2018 жылғы зерттеулер бойынша Қазақстанның 17% оқушылары қысым көрген, ал 11-15 жас аралығындағы оқушылардың 20% бұған қатысқан. Осы сандарды көре тұра біз Қазақстанда буллинг жоқ дейміз. Неге? Бұл мәселені Street-Law жобасының тренері, заңгер Гүлшат Өмірсерік қызымен талқыладық. Армысыз, Гүлшат ханым. Сәлеметсіздер. Білуімізше, сіз антибуллинг, буллинг ұғымдарына қатысты қазір сабақтар жүргізесіз. Жалпы президентіміз қаңтар айында осы бала құқықтары мәселесі бойынша буллинг ұғымын енгізу бойынша шешім қабылдауды сұрады. Және соған қатысты қазір комиссия құрылып, осы ұғымды бізде заң жобасына енгізу жұмыстарын жүргізіп жатыр. Жалпы буллинг деген не деген сұрақтан бастағым келіп отыр? Буллинг дегеніміз ол жаңағы халықаралық ғылыми термин. Бірақ буллинг деген ол жаңағы зорлық зомбылықты білдіреді, неше түрлі қысым жасауды білдіреді. Сонымен қатар мысалы жалған ақпарат тарату, немесе әлеуметтік желілерден шығарып тастау, немесе бір топтан айыру баланы, мысалы сондай мәселелердің жаңағы бір сондай термині. Буллинг деген жаңағы халықаралық ғылыми термин. Осының бәрі осы буллингке кіреді. Шынымен де бұл буллинг мәселесі қазір бір өзге мәселелердің біріне айналып отыр. Өйткені жаңағы теледидардан да қарасақ, мысалы әлеуметтік жүйелерде де жиі-жиі балалар жаңағы буллингке тап болғанын, зорлық зомбылыққа тап болғанын, немесе жаңағы буллингтен зардап шегіп жатқандары әртүрлі ақпаратта адамдарға жеткізіліп жатады. Сондықтан жаңағы бұл мәселе көтерілу керек, айтылу керек. Бірақ бұл бүгін кеше туындаған мәселе емес, бұл бұрыннан бар мәселе болып келе жатыр. Өйткені мысалы жаңағы балалар мектептің ішінде жаңағы буллингке тап болады, жаңағы қорлауға тап болады. Сол қорлаудан зардап шегіп отырады балалар. Немесе өздері жаңағы соның жаңағы қасерінен зардап шегіп отырады. Немесе өздері қатысты болады, буллингтің куәгері болып та. Сондай, бірақ әрбір жаңағы куәгер болсан да, немесе ол буллингтен зардап шегіп отырсан да, ол әрбір сондай бір жаңағы адамның өмірінен кетпейтін бір әсер қалтырады. Сол буллингтен мысалы зардап шеккен бала, ол үлкен өзінің жаңағы өскен кезде де сол бір әсерде жүрады. Оны жаңағы мысалы психологтармен жұмыс істемесе, немесе оны ертең күні жаңа өзінің психологиялық түрде өзін жаңағы қайтадан неге келтірмесе дұрыс мәселеге, бұл неше түрлі бұның құқықтық жағдайлары болуы мүмкін. Өткен күні, ертең күні ол студент болады, студентте де мысалы ол жаңағы қорлау көрсетуі мүмкін, немесе өзі содан зардап шегуі мүмкін, жаңағы рөлдері өзгеруі мүмкін. Бұл буллинг деген жаңағы әлеуметтік ауру деп айтсақ та болады. Өйткені ертең күні ол жаңағы жұмыс істеп жүрген жерінде де, буллинг ол жерде де қатысуы мүмкін, онымен кездесуіміз де мүмкін. Мысалы, басты қысым көрсетіп жатқан жағдайлар болып жатады. Немесе жұмыс істеп жатқанда, мысалы, өзінің жаңағы бірге істеп жатқан жұмысшылармен бірге соларға қысым көрсеткенін көріп жатамыз. Ондай да хабарлар бар ғой. Бірақ бұлар өзара жасырын түрде болғандықтан бұл шыға бермейді, осындай неге. Мысалы, оны байқай бермейміз. Бірақ буллинг әрбір адамның өмірі бойынша жалғаса беруі мүмкін. Осының алдын алу туралы қазір біз неше түрлі жұмыстар жүргізіп жатырмыз. Осы жұмыстарға байланысты, мысалы, біздің жаңағы Street-Law құқықтық білім беру жобасын қазір қайта тудырып, қайта енгізіп жатырмыз қазір мектептерге. Жалпы бұл жобаның несін айтып кетесіз бе? Тарихын қашан құрылды, кім құрды? Және ол қандай деңгейде қазір жұмыс атқарып жатыр? Қазіргі кезде, мысалы, бұл Қазақстанда біріншіден тарихына көрсек, 1998 жылы Қазақ мемлекеттік заң академиясында Шайкенов Нағашбай Амангалиевич ректор болған кезінде Мұхтарова Айжан Калисовна заң профессорымыз осы Қазақстанға алып келген осы бағдарламаны. Бұл бағдарламаның бір ерекшелігі, бұл мысалы құқықтық сабақтарды, құқық білім беру сабақтарын заң университетінің бірінші, екінші, үшінші курс студенттері мектептерге береді. Бұл сол кезде мысалы жаңағы
жаңағы Мұхтарова Айжан Калисовнаның қолдауымен студенттерді ұйымдастырып, жаңағы стритло жобасына қатысты біздің өзіміздің тренерлер болған. Мен өзім сол стритло жобасының тренері болғам студент кезімде. Осы бағдарламаға қатысып, сол кезде сондай бір әсер қалғандықтан өз өмірімде. Енді осы үлкен өмірімде қазір қайта туындатып жатырмыз осы бағдарламаны. Мысалы, сол кезде біздің жаңағы заң профессорлері, заңгерлер, практик заңгерлер мысалы, жақсы осы педагогтар, содан кейін балалар психологтары қосылып, осы стритло бағдарламасы бойынша 5-ші сыныптан бастап 11-ші сыныпқа дейін құқықтық білім беру сабақтарын интерактивті түрде жазып шыққан 98-ші жылы. Сол кезде бұл Алматы қаласының жаңа республика деңгейі бойынша 38 мектепте жаңағы тәжірибе жинап, осы нелерді сабақтарды жүргізгенбіз біз. Осы біздің Қазақ мемлекеттік заң университетінің студенттері. Сол кезде жүргізіп, осының бәрін жаңағы қалыптасып, жаңағы оқулықтар екі тілде шығарып, мұғалімдерге әдістеме кітабы бар осы бағдарлама бойынша. Сол жерде мысалы бұның ерекшелігі неде? Жаңағы балаларға неғұрлым ерте құқықтық білім беру керек. Балаларға жауапкершілік, заң туралы түсіндіру керек. Мысалы, бала заңға құрметпен өсу керек. Заңда осындай мысалы құқықтар қорғалады, немесе осындай міндеттер орнатылған деп. Бала өз құқығын білу керек. Бала өз құқығын білу керек. Сонда бұның бәрі жаңағы балаға адаптация жасалынған. Өйткені мысалы біз заң терминдарын айтсақ, онда балаға түсініксіз болуы мүмкін. Балаға келтіріп жаңағы адаптация жасап, баланың жаңағы жасына сәйкес осы сабақтар ойын түрінде, интерактивті түрде мысалы енгізілген. Бұл жерде жаңағы рольдік ойындар де қолданады. Мысалы, неше түрлі дебат түрінде жүргізіледі. Сол балаларды мысалы жаңағы заңды құрметтеу, заңды білу, құқығын білу, өзінің міндеттерін білуді үйретеді. Біздің осы біздің мұғаліміміз, осы біздің ректорымыз Шайкенов Нағашбаев Аманғалиұлы өзінің бірінші Қазақстандағы құқықтық бірінші бағдарламасында осының бәрін енгізген екен. Сол жерде жаңағы құқықтық білім беру балалардан бастауыш мектептен басталу керек деп айтқан. Оның жаңағы буллингке қандай қатысы бар десеңіз, біздің ойымызша жаңағы біз эксперт сияқты жаңағы сабақ жүргізіп жатырмыз ғой. Мысалы, бала өз-өзін сана сезімі оянған кезде, мысалы, өзін жеке тұлға сезінген кезде, әрбір бала жаңағы біз жақсы жаманды ажырата үйрету керек біз балаларға. Жаңағы заңда осылай көрсетілген, осындай сенің құқықтарың бар, осындай міндеттерің бар, заңды бұзсаң жауапкершілікке тартылуы мүмкін деп, соны балаға түсіндіріп айту керекпіз. Бірақ жасына байланысты түсіндіру керекпіз, оны мысалы жақсы жаманды бала ажырата білу керек. Сонда ертең күні біз мысалы буллинг қайдан пайда болады дейміз, өйткені балаға мектепте ешкім түсіндірмейді, бұлай істеуге болмайды, қорлау жасауға болмайды. Ол қорлау жасаған бала қандай жағдайда, қандай мысалы психологиялық жағдайда жүргенін ол бала түсінбейді. Ол мектепте неге түсіндірмейді? Мысалы, мектепте бізде психологтар бар, олар жұмыс жасамай ма? Енді психологтар жұмыс жасайды, бірақ психологтардың жаңағы кішкене баланың ішкі дүниесімен жұмыс жасайды. Енді буллинг деген ол жаңағы заң бұзушылыққа жатады, құқық бұзушылыққа жатады. Өйткені мысалы балаға қысым көрсету, бір-біріне қысым көрсету. Мысалы, бір-бірінен балалар, мысалы, сізге бір мысал келтірейін, мысалы, қалай ойлайсыз, Шолпан? Балалардың бір ойыны бар, осындай, мысалы, бала кезімізде өзімізде ойнадық, бір допты тартып ап, бір бала жүгіріп отырады, мысалы, бәріміз бір неге тұрып, баладан допты тартып алып, ол допты алып алу керек, бәріміз сөйтіп ойнайтынбыз, допты бір-бірімізге лақтырамыз, ортада жүгіріп жүрген бала, мысалы, ол жаңағы допты тартып алу керек. Ол балалардың ойыны, жаңағы бәріміз ойнағамыз кішкентай кезімізде. Ал мысалы, осындай бізде бір осы сабақтар жүргізіп жүрген кезде, осындай бір жаңағы мұғалімдер тарапынан осындай мәселе туындаған. Мысалы, осындай жағдайда, мысалы, бір баладан жаңағы сөмкесін, рюкзагын тартып алады басқа балалар. Сол рюкзакты тартып алып, бір-біріне лақтыра бастайды.
Содан кейін мұғалім, сендер не жасап жатсыңдар балалар, бұндайды жасауға болмайды деп түсіндіреді ғой. Сонда балалар айтады, апай біз ойнап жатырмыз ғой, не болды сонша деп. Өздері өзінің несі жаңағы келіспеушілігін айтады. Сонда бұл буллинг бе, немесе ойын ба деп сонда бізге сұрақ қойған. Сіз қалай ойлайсыз, мысалы, балалар ойнап жатыр сол кезде? Бала оны ойын ретінде қабылдаса, демек ол оны буллинг деп ойламайды, ойын ретінде қабылдайды ғой. Оған андай ешкім қысым көрсетіп жатқаны байқалмайды, баланы шектеу, құқығын шектеп жатқанын олар түсінбейді. Енді кішкентай бастауыш мектеп болса. Бірақ мысалы жаңағы сөмкесін тартып алды ғой, біреудің затын тартып алды. Сонда бұның қалай ажыратуға болады деп бізге сұрақ қойған. Сонда қараңыз, мысалы буллингтің бұл бір туындамасы деп ойлаймыз. Өйткені мысалы ойында бәріне қызық болу керек. Ойында бәрі ойын екенін сезіну керек. Ал біреуіне мысалы қызық емес, біреу зардап шегіп отырса, менің затымды тартып алды, бұлар мені мазақ қылып лақтырып жатыр деп. Сондай ойда бұл уже жаңағы буллингтің туындамасы. Өйткені ертең күні басқа баланың сөмкесін тартып алады. Ол сол қалыптасып қалатын мәселе болуы мүмкін. Сонда жаңағы мұғалімнің басты мәселесі балаларға түсіндіру. Балалар ойында бәріне қызық болу керек. Ойында бәрінде бірдей роль болу керек. Ол мысалы тартып ап, жаңағы доп сияқты болса, ол тартып ап, енді ол басқа балаларға лақтырып, мысалы, ол жаңағы уже центрде тұрмайды, ол да ойынға қатысушы болады. Бәрінің ролі бірдей. Жаңағы бір баладан тартып алған кезде, ол сөйтіп бір жаман сезімде тұрады, өйткені оны мазақ қылып тартып алып отыр жаңағы басқа балалар. Сонда жалпы бізде мектепте буллинг бар бүгінгі күні. Оның бар екенін қалай дәлелдеуге болады? Белгілі бір статистика бар ма? Осындай жылда осынша бала мектепте қысым көрді деген ол статистиканы жүргізетін орталық бар ма бізде? Шынымен де ондай жаңағы бізде 111 колл-центрі бар, соған мысалы балалар осындай буллингке тап болып жатқан жағдайда соған хабарласуға мүмкіндік бар. Бірақ оны көбінесе біле бермейді балалар. Біле бермеу бір, бізде қоғамда жалпы айтпау, үйден шығармау деген шығармау, жаңағы мектептер бізде буллинг деген ол бұрыннан бар мәселе ғой. Бірақ бізде сөйтіп қалыптасып қойған, мектептен шығармау керек. Мектеп әкімшілігі бұны жасырын түрде жасырғысы келеді, шыны керек. Ата-аналар өзара мысалы келісіп бір-біріне жарайды деп кешірім сұрап сөйтіп қоя салады. Көбінесе ата-аналар да мысалы буллингтен баласы зардап шексе, тек мектептен алып кетіп, басқа мектепке оны орналастырады баланы. Мектептен мектепке апарады, ал мәселені шешпейді. Баланың аты қалып қою мүмкін, ертең ол болашақта оның өміріне бір зардап ата-аналарға да ол жаңағы өте жаңағы жария жасағысы келмейді оны. Көбінесе жасырып, жарайды өзара қалып қалсын дейді. Сондықтан біз осы мәселені қазір ғана туындады деп айта алмаймыз, өйткені бұл бұрыннан бар. Бірақ біздің ойымызша қазір, жаңағы осы буллинг мәселесімен айналысып жүргендіктен, біздің ойымызша бұны жасырмау керек. Біз жасырсақ, бұның алдын ала алмаймыз. Сондықтан жаңағы біздің Шайкенов шәкірттерінің қауымдастығы антибуллинг құралдарын біз жаңағы халықаралық тәжірибеге байланысты соған қарап, енді олардың да тәжірибесін қарастырып, осындай антибуллинг құралдарын өзіміз енгізіп жатырмыз. Жаңағы осы антибуллинг құралдарын біз білім министрлігіне де жаңағы білім басқармаларымен жұмыс істеп осы презентациясын жасағанбыз. Бұған жаңағы антибуллинг саясаты, антибуллинг кодексі, ата-аналарға кеңес, әкімшілікке кеңес, оқушыларға кеңес деген құралдары бар. Сол бойынша енді бұл заң түрінде заңға байланысты жасалынған құжат. Осы құжаттарды біздің ойымызша әрбір мектеп, әрбір жаңағы білім беру саласы осы антибуллинг құралдарын өз жаңағы мектептерінде енгізу керек. Әрбір білім орталығы. Оның әсері міне үлкен, ол жерде жаңағы буллингке не жатады, не жатпайды. Бәрі айтылған, буллингтен қалай, мысалы, буллинг жағдайы болған кезде оны қалай тіркеу керек, оны қалай көтеру керек, ол жаңағы мәселені қалай шешу керек. Қазір неше түрлі медиативтік түрлері бар, оны өзара келісім жасап, мысалы, нету, оған қандай жаза қолдану керек, мысалы, қолдану керек па, керек емес пе. Мысалы, ата-ана өзінің баласы, мысалы, жарайды, одан зардап шексе, немесе жаңағы оның баласы
агрессор болса, иә, жаңағы солай да болуы мүмкін ғой, иә, мысалы сіздің балаңыз зардап шекті, менің балам оған жаңағы қысым көрсетті, иә, сонда ата-ана қалай өзара келісу керек, сондай кеңестер айту керек пе, айтпау керек пе? Біздің сонда қазіргі бұрыннан келе жатқан шешім жаңағы баланы бір-бірін айырып, жаңағы балаларды басқа мектептерге ауыстыра салады. Бірақ мәселе шешілмейді, өзіңіз де айтыңыз. Ол басқа мектепке барып, ол агрессор болуы мүмкін, немесе жаңағы буллингтің жертвасы болуы мүмкін. Ол қайтадан жалғасады ол әсер. Жалғаса береді. Ертең күні олар мысалы өскен кезде ол жаңағы буллингтің басқа да түрлеріне ауысуы мүмкін. Сол жерде вот именно проблеманың жаңағы несі соның ішінде жатыр, ол жалғаса беретін нәрсе. Сондықтан оның тоқтату керек, алдын алу керек. Мысалы буллинг жағдайы болған, мысалы қысым болған жағдайда оның бәрін көтеріп айту керек. Бірақ тағы біздің қазір көтеріп жатқан мәселеміз заң түрінде жаңағы буллинг термині заң актілерінде енгізілмеген. Соны қазір сондай үлкен жұмыс жасап жатырмыз. Менің жаңағы әріптесім Ажигулова Халида ханым, ол өзі Ұлыбританиядан бітіріліп келген PhD докторы, өзінің жаңағы ғылыми жұмысы, комиссияның мүшесі. Заң жобасына буллинг ұғымын енгізу. Буллинг жаңағы терминді заңға енгізу керектігін көтеріп жатыр. Өйткені бұл өте маңызды. Бұл жаңағы балаларға қысым көрсету емес, балаларды жауапкершілікке тарту емес. Бұлар балаларға жаңағы заңда болса, түсіндіріп айту, буллинг жағдайында осындай жауапкершілікке тартылуы мүмкін деп, осыны балаларға ертерек түсіндіру. Мысалы бізде жаңағы бір ғана құқық беру сабағы емес, сол жерде жаңағы біздің антибуллинг сабақтары бар. Сол жерде біз жаңағы антибуллинг құралдарын презентация жасаған кезде бүкіл әкімшілікке де, мектеп әкімшілігіне, ата-аналарға да түсіндіріп жаңағы антибуллинг сабағын жүргіземіз. Сондай өзі де жаңағы ата-аналар да қатысады оған, ойын түрінде бәріне келтіріп жаңағы көрсетілген бір сондай сабағымыз бар. Мысалы қараңыз, сіз айтып отырсыз, антибуллинг сабақтары, буллинг ұғымын заңға енгізу. Жаңағы сабақтарды мектепте ата-аналарға, оқушыларға жүргізу бойынша презентация жасадыңыздар. Білім басқармасы көрді, мектептер көрді. Әсер болды ма? Ол тараптан қабылдау болды ма? Қазір біздің енді жаңағы енгізген мектептер жаңағы жақсы нәтижесін алып жатыр, жақсы нәтижесін көріп жатыр. Негізгі бұл жаңағы 20 жылдың қаңтар айында жаңағы үлкен конференция болған, сол жерде осы антибуллинг құралдарының біз жаңағы үлкен презентациясын жасағанбыз. Сол кезде кейбір мектептер оны қабылдады өздерінде. Қабылдады, антибуллинг сабақтарын жүргізді, біздің тренерларды шақырып, жаңағы эксперттерді сияқты шақырып, осы бүкіл қабылданғаннан бастап, енді қазіргі кезде өзінің нәтижелерін өздері көріп отыр. Бұл енді біз халықаралық тәжірибеге сүйеніп жасадық. Бұл өзіміз ойдан шығарып жасаған не емес, құрал емес, жаңағы халықаралық тәжірибеге байланысты жасап отырмыз. Жаңағы Халида ханым туралы айтып кеттім мен. Ол мысалы өзі Ұлыбританияның мектептерінде істеген. Солар мысалы Ұлыбританияда, Швеция, Америка құрама штаттарында мысалы бұл бүкіл мектептерінде бар екен. Бүкіл мектептер, жаңағы білім беру орталықтары осындай антибуллинг саясатын енгізіп жатады. Сол кезде қарасаңыздар, статистика бойынша оларда жаңағы буллинг мәселелері бізге қарағанда аздау. Бізде өзіңіз біліп отырсыз, қазіргі неде енді бәріміз көріп отырмыз, бізде буллинг мәселесі әсіресе мектептерде өте Мысалы бізде буллинг жоқ деп айтады, ал сонда статистикадан қарап отырсақ, 2020 жылдың өзінде бізде 143 бала суицид жасаған. 306 бала оған әрекет жасаған. Соның ішінде көпшілігі мектептен қысым көргендіктен жасап отыр. Мектептен қысым көру деген ол жаңағы буллинг. Ал неге онда біздің қоғам оны жоқ деп айтады? Жасырылып қалады. Қазір жаңағы біз айтып отырмыз ғой, жаңағы антибуллинг саясатын мектеп қабылдаса, онда жан-жақты мысалы буллинг жағдайларын олар тіркеп отырады. Оған қандай жаңағы қандай әрекет жасау керек екендігін біледі олар, сол не бойынша жазылған бәрі.
қандай әрекет жасау керек, қалай оны тіркеу керек, қандай бір келісімге келу керек. Әрбір баланы ата-анасын шақыртылады, иә, бүкіл балалармен жұмыс жүргізіледі. Антибуллинг сабақтары, иә, ондай жасауға болмайды екен. Ол неге, қалай бала зардап шегуге болады, психологтар жұмыс жасайды. Сонда осы мәселені жасырмай шешуге тырысады. Мысалы, ондай мектепте тәжірибе қалыптасып қалса, ертең күні, мысалы, бала сондай жағдайға ұшыраса, олар біліп отырады, иә, қалай жасау керек. Мысалы, баланы өзі немесе куәгер болса сондай буллингке, иә, мысалы, балалар өзара төбелесіп жатады, иә, басқа бала куәгер болып қалса, анаған көмектесу керекпін бе, әлде көмектеспеу керекпін бе? Мысалы, оған кірісіп кетсем, ертең күні маған әсері тие ма деп олар ойлайды. Өйткені баланың қауіпсіздігі, бірінші мәселе қауіпсіздік болып тұр ғой, иә. Бала өзін қауіпсіз ортада сезінбесе, ол ешқашан білім алуға, дамуға ешқандай бір құлқы болмайды. Сондықтан жаңағы балаларға соны бәрін біздің ойымызша алдын ала түсіндіріп өту керек, иә. Мысалы, сонда бала өзінің түсінігі болса, не жасау керек? Мысалы, куәгер болдым ба, оны айту керек қасындағы үлкен адамға, мұғаліміне, класс жетекшісіне, немесе мектеп психологына әйтеуір жеткізу керек, оны жасырып қалмау керек. Өйткені жасырып қалған жағдайда ертең күні өзі де сондай жағдайға ұшырауы мүмкін, немесе ертең күні бұл басқа мәселеге, үлкен мәселеге өсіп кетуі мүмкін. Сондықтан балалар бұны қорықпай айту керек, жеткізу керек. Мұғалімдер бұған қол сілтей самай, мысалы, бұны қарастыру керек. Бұл неліктен шыққан мәселе? Неден болды? Бұл жай әшейін бір конфликт пе, ал немесе буллингтің басы ма деп, соған кішкене маңыздырақ қараса, мысалы, бұл маңызды жағдай, қолды сілтей самауға болмайды. Иә, мысалы, жаңа айтасыз ғой, бала мектеп психологына барып айту керек деп. Шыны керек, біздің мектептерде, мен мысалы ауылдық мектепте оқыдым, психолог маманына деген сенім жоқ. Психолог деген бізде бір баланың ішкі дүниесін түсінетін, оған бір сырынды айтып, өзінің проблеманы айтатын адам ретінде емес, біздің қабылдағанымыз ол тек қана кәсіби сенің біліктілігіңді анықтайтын тесттер өткізетін, мектепте жұмыс істейтін адам, бітті. Одан басқа біз ешқандай қалыптасқан жоқ ой ол кісі туралы. Оған бір ашылып, жеке барып әңгімелесетіндей, ондай ешқашан болған жоқ. Қазір қандай жағдай екенін мен білмеймін мектептерде, бірақ өзімнің іні қарындастарымнан сұраймын, олар да ешқашан психологтан дәл осы өз мектебінде жүгініп көрген жоқ, және жүгінуді қаламайды да. Иә, өйткені бұл үлкен проблема меніңше Қазақстанда. Иә, үлкен проблема, өйткені бізде бұрын психолог мамандықтарына өте көп көңіл аудармайтын. Ал біздің ерекшелігіміз дедім ғой, жаңағы біз құқықтық заңды байланыстырып, жаңағы психологтармен бірге жұмыс жүргіземіз. Сонда буллингтің алдын алу туралы, мысалы, зерттеу жүргізеді психолог. Енді ол былай шынымен де зерттеу емес, ал сұрастыру арқылы, неше түрлі ойын жүргізу арқылы. Мысалы, біз сабақ жүргізіп жүрген кезде осындай бір жағдайлар болды, иә. Балалар ойын үстінде, сабақ үстінде өз ойын еркін айта алады, иә. Оны бір ойын көреді. Сонда баланың айтқан, мысалы, әңгімесінен білуге болады, ол қысымда жүрмекен, иә, қысым көріп жүрмекен, жаңағы отбасындағы әлеуметтік жағдай қандай, отбасында қандай мәселе болып жатыр. Мысалы, көбінесе отбасында қысым көрсеткен балалар, олар мектепте келіп агрессор болады. Өйткені жаңағы өзінің ешкімге айта алмай жүрген жаңағы сезімдерін, ол жаңағы өзінен кішкене жаңағы күші аздау, әлсіздеу балаға көрсетеді. Күші аздау, әлсіздеу балаға қысым көрсетумен өзінің жаңағы залығын шығарады. Мысалы, өзінің бір шығара алмай жүрген несін, жаңа өкпесін соған шығарғысы келеді, иә. Өйткені ол жаңағы отбасында қысым көрсе, ол оны бір жерге шығару керек. Ол ішінде қалып қалмайды, иә. Бала оны, ол сондай бір ауыр жүк болып сезінеді, иә. Ол бала, кішкентай баланың ішіне сия алмайды ол. Ол әйтеуір бір жерден шығару керек оны. Ол немесе өзі жаңағы жертва болып, иә, қайтадан жаңағы өзінен балалар кішкене күші әсерлеу болса, иә, әлсіз балаға көрсетеді, немесе оған қысым көрсетіледі. Сондай біз жағдайларды байқап қалдық.
мысалы оны әрбір бала келіп психологқа арнайы айта алмайды. Ал сабақ үстінде ол сабақта қарастырылып жатқандықтан ол өз ойын емін еркін айтады. Өзінің мысалы өзі емес, мысалы өзінің рөлін емес, мысалы басқа бір келтіріп әңгіме сияқты айтып береді. Өзінің болған жағдайын мысал ретінде келтіріп айтады. Иә, дұрыс айтасыз. Сондай жағдайларды біз біліп қалдық. Сонда мысалы мұғалім, жаңағы осы біздің тренерлер осыған үйретілген ғой, олар байқап отырады. Сонда біздің тренер мысалы класс жетекшісіне жеткізеді. Осы балаға мысалы көңіл аударыңыз, осындай көңілсіз жағдайда жүр екен, немесе дұрыс түсінбей жүр екен, мысалы осыған кішкене көбірек көңіл бөлсеңіз, немесе басқа балалардан қысым көріп жүр екен деп. Сондай моменттер белгілі болып қалады да, сондай сабақ үстінде. Бірақ балалар толық ашылып айтады соны. Сондай бір жаңағы айтып отырмын ғой, ойын ретінде, роль ретінде бір неше түрлі топтық жұмыстары да бар, бір ситуативтік жағдай беріледі, мысалы жиі кездесетін. Сол балалар оны өздері шешу керек, соған шешім қабылдау керек, сол шешім дұрыс па, дұрыс емес па, соны тренер мысалы қорытынды сияқты содан кейін айтып береді. Сонда балалар өздері дұрыс жасады ма, дұрыс жасамады ма, өздері сонда түсінеді. Сондай көбінесе сол осындай қызықты бізде не болған, нәтиже шығарғанбыз осы сабақтардан. Айтып отырмын ғой, жаңағы біз әлі жаңағы карантиннің алдында 2019-2020 оқу жылдары офлайн сабақтарын жүргіздік. 290 бойы. Сонда балалардың жаңағы біз не жүргіздік қой, жаңағы зерттеу ретінде, зерттеу ретінде басында бастаған кезде бір анкета алғамыз, содан кейін жаңағы нәтижесін шығарған кезде тағы бір не жүргізіп, ойларын балалардың білгеміз. Содан кейін жаңағы балалар біздің дистанционный неге көшкен кезде біз балаларға жаңағы Алматы қаласының оқушыларына осындай конкурс жүргіздік. Менің құқықтарым, менің байлығым, адам құқығын білу неге маңызды деген. Сонда жаңағы біздің жобаға қатысқан балалардың жазған эсселері қызықтау болды, олар түсінікпен айтады. Сонда бір нәтиже шығардық. Ал басқа мысалы оған қатыспаған балалар, олардың ойлары кішкене басқаша. Сондай бір нәтиже шығардық. Содан кейін бізге өте қазір маңызды балалардың ойын білу. Біз жаңағы балаларға құқықты үйрету керекпіз, міндеттерін айту керекпіз деп айтып жатырмыз. Бірақ біз жаңағы үлкен ретінде айтып жатырмыз, оны. Ал ол балаларға шынымен керек па, керек емес па, олар не ойлайды, оның ойлары қалай деп. Өйткені біздің жаңағы балалармен жұмыс жасаған соң біз балалардың ойын біріншіден білу керекпіз, олар қалай қарайды, олардың көзқарастары қандай. Сондай жұмыс жасағандықтан біз балалардан жауап алған кезде көбінесе балалар заңды білгіміз келеді, өз құқықтарымызды білгіміз келеді, қандай міндет ол үшін, қай уақыттан біз жұмыс жасай аламыз, мысалы оған жауапкершілік бар ма, мысалы қандай біздің ата-аналарымыз жауапкершілікке тартыла ма, ата-аналарымыз мысалы баланы ұруға бола ма, болмай ма, сондай да мәселелер көтерілген. Ондай жағдайда кімге хабарласу керек, мысалы, немесе білмей жатсам кімнен сұрауға болады. Сонда біздің тренерлер жаңағы студенттер болғандықтан, олар балаға жасы жақынырақ болғандықтан, олар ашылып айта алады. Содан кейін бір білмей жатқан жағдайлары болса, келіп сұрайды. Ал менің әке-шешем мені ұруға бола ма, болмай ма? Немесе мен шешеммен тұрам, шешем маған әкеммен араласуға құқығым бар ма, жоқ па? Мысалы, шешемнің көңіліне қарап, мен әкеммен араласпай, бірақ әкем маған мысалы осындай өкпеде жүр деп, сондайды әңгімелер болатын. Сонда ашылып бала жаңағы жақындап, жаңағы біздің тренерлермен сондай ашық сөйлесетін. Осындай біздің ойымызша осындай сабақтарды мектептерге енгізсек, жаңағы антибуллинг құралдарын қабылдасақ, мектепте өзара, жаңағы буллинг жағдайларын жасырмай көтеріп, тіркесек, сонда біз жаңағы шынымен қандай жағдай болғанын біле алар едік. Жағдайдың қандай болғанын, неден туындағанын және оның ертең андай арты одан бетер нәрсеге алып бармас үшін алдын алу керек. Мысалы, сіз қараңыз айтып отырсыз, нәтиже болды деп, ол сонда толыққанды курс па? Бір ғана сабақ емес па? Толық курс, толық курс. Менің жаңа осы басында айтып кеттім, бұл бағдарлама бойынша 5-ші сыныптан бастап 11-ші сыныпқа дейін толық оқу құралдары нетілген, енгізілген. Мысалы, әрбір кітап, әрбір тақырып неден бастау керек, құқықтық жаңағы
үйретуді, құқық туралы, құқықпен таныстыруды, құқық туралы үйрету, заң дегеніміз не, конституция деген не, мысалы жауапкершілік туралы, жауапкершілік қай кезден қандай түрлері болады, соның бәрін балаларға жасы бойынша осы кітаптарда жазылған. Әрбір сабақ заңгерлер, жаңағы практик заңгерлер, содан кейін профессорлар, содан кейін педагогтар, сонымен қатар бала психологтарымен қосылып бірге жазған сабақтар. Осының бәрін біз қазіргі заңға сәйкес қайтадан қарастырып, толықтай 19 сабақты толықтай жүргізіп шықтық. Бұл ішіне 19 сабақ кіреді. 19 Ал сабақ. бұл курсты сіздер мектептерге саттыңыздар ма, әлде тегін? Жоқ, біз ұсынып тегін. отырсыз? Бұның бәрі тегін жасылған нәрсе. Біздің жаңағы Шайкенов шәкірттерінің қауымдастығы құралғаннан бастап, біздің түлектер осы стритло жобасының маңыздылығын біз бәріміз білеміз. Өйткені біздің жаңағы университетте бұл алғашқы рет көтерілген жоба. Осыған көбісіміз қатыстық. Соған қатысқан балалар, біздің түлектер жаңағы әлеуметтік жағдайда қазір өте маңыздылығын біле отырып, осыған қаражат көмегінде көрсеткен біздің түлектер. Осы түлектер бәріміз қосылып, жаңағы бағдарламаны қайтадан енгізіп жатырмыз. Сонда бізге жаңағы 2019 жылы қайта бастадық бұл жобаны. Сонда бізге 5 Алматы қаласының университеті қолдау көрсетті, 5 мектеп қолдау көрсетті. Сол жаңағы бірге үлкен жұмыс жасадық, үлкен жұмыс атқардық. Жаңағы Каспий университеті, Каспийский университет, содан кейін Киміп университетінің студенттері, содан кейін бізге қатысқан Алмаю университеті, Алматы менеджмент университеті, заң факультеті. Сонымен қатар Евразия технологиялық университетінің заң студенттері. Сөйтіп 5 университет қолдау көрсетті. Осы жерде біз жаңағы студенттерді таңдап, іріктеу жүргізіп, соның ішінде 20 тренер үйретіп шықтық осы бағдарлама бойынша. Олар толықтай үйренді, сертификаттарын алды. Содан кейін осы балалар жаңағы 5 мектепке барып, 5-8 сынып арасында осы сабақтарды жүргізіп шықты, 2.90 бойынша. Соның бәрі тегін болды. Сонымен қатар жаңағы антибуллинг құралдарын шығарған кезде біз Халида ханым екеуміз бүкіл Қазақстан бойынша білім басқармаларымен осы семинарлар өткізіп шықтық онлайн жүйесінде. Қазір көп біздің Қазақстандағы жаңағы біздің облыстар, региондар бәрі осы бағдарлама туралы білет деп ойлаймын. Толықтай жаңағы тегін доступ берілген осы құралдарға, сабақтарға. Қазіргі кезде енді осы сабақтарды онлайн түрінде біз енгізіп жатырмыз. Өзіміздің стритло Қазақстан деген сайтымыз болады, жақын арада Құдай қаласа. Сол сайт бойынша онлайн түрде, осы дистанциялық түрде, мысалы, әрбір бала интернетке қосылып, өзі де өтуі мүмкін. Оның ішінде жаңағы мұғалімдерге де әдістеме құралдары бар, қалай өткізу керек екендігін. Жаңағы сайт арқылы мұғалім қарап, өзі де, мысалы, ауылдың мектебі болсын, қай жерде болмаса да, сол жерде өткізуге мүмкіндік бар. Сонымен қатар біз жаңағы бізге хабарласып жатса, мұғалімдер қалай өткізу керек екенін біз көмек көрсетіп, кеңес беріп, біздің тренерларымызды, мысалы, 20 тренеріміз бар дедік қой, онлайн түрде олар да сабақ жүргізуде. Қазір жаңағы біздің тренерлеріміз, оларға да өте үлкен әсер берді бұл сабақтар. Сондықтан олар өз мектептерінде буллинг жағдайы бар екендігін біліп, енді ол жаңағы балаларды осы сабақтарды өздерінің мектептерімен келісіп, өз мектептерінде осы сабақтарды жүргізіп жатыр. Біз оған өте риза болдық, өйткені бұл балалардың өздерінің жаңағы студенттердің ұсынысы өздері бойынша өз жаңағы еркімен өткізіп жатыр. Тегін, бәрі тегін өткізіліп жатыр. Ол деген үлкен біздің жетістік деп ойлаймын, өйткені жаңағы бір баланы буллингтен құтқарып қалсақ, біз алдын алсақ, ол үлкен біздің жеңіс деп ойлаймын. Жалпы міне мектепте буллинг бар деп отырмыз, Мектептегі буллинг неден басталады? Бастауыш сынып кезінен бастап баланы мазақ етеді. Ол көбінесе баланың арқынан тыс фактордан әсерінен болуы мүмкін. Ол мысалы денсаулығына байланысты, қоян ерін дейміз ғой, сосын бір
өзінің бір ерекшелігі болуы мүмкін, денсаулығына байланысты, не болмаса жүрісіне, дауысына, өзінің бір мінез құлқына байланысты ерекшелігіне балалар соны мазақ қылады. Ол балада ол санасында көпке дейін ұзаққа отырып қалады. Онымен қалай күресуге болады? Оны алдын алу емес, ол буллинг уже болып қойғаннан кейін. Дейсіз Шолпан, кешірім сұраймын сізді нетіп жатқаныма, бірақ өмір бойы сақталып қалуы мүмкін ол балада, сол әсер. Онымен қалай күресеміз? Мысалы, ол балада қалып қойды өмір бойына. Біз қазір инклюзивті қоғам құрастырғымыз келеді, Оны бізде, мысалы, заң бойынша дискриминация, әрбір түрде дискриминацияға жасау тыйым салынған. Оны әр адам біле бермейді. Сонда біз қайтадан жаңағы балаларға келейікші, сол балаларға түсіндіру керекпіз. Балалар ол ертең ересек адамдар, балалар ертең біздің болашағымыз дейміз. Ертеңгі күні осы балалар өсетте біздің орнымызды басады, біздің орнымызға келеді, біздің қоғам болады. Сондықтан жаңағы бізді емес, ол балаларға үйретсек, балаларға түсіндірсек, ондай мысалы әрбір баланың, әрбір адамның ерекшелігі бар екендігін балаларға ертерек түсіндіру керек. Ол балаларды бөлек оқытпау керек. Бізде сондай қалыптасқан ғой, бізде мысалы жаңағы адамның инвалидтарды қалай айтушы еді бізде? Мүмкіндігі шектеулі мүмкіндікті шектеулі адамдарды мысалы біз бөлек оқытатымыз, бөлек мектептер ұйымдастыратымыз. Үйтіп жасамау керек. Балалар оларды біліп, көріп өсу керек, бірге өсу керек. Оның осындай бір жаңағы денесінің бір кемшіліктері бар екенін бала біліп өсу керек, Мысалы, оған күлмеу керек екендігін, оның бір өзінің ерекшелігі, ол да сондай бала сен сияқты. Сөйтіп бірге өссе, бала несін білмейді, сонда дискриминация жасамайды. Ал ондайды көрмей өссе, шынымен де оның неғып бір қолы жоқ, менің екі қолым бар, ол неғып сондай деп оған күле бастайды, мазақ қылады. А ол мазақ емес, оның өзінің бір ерекшелігі, үйтіп сол жаратылған, ол адам үйтіп жаратылған деп. Соны біз балаларға үйретсек, олар бірге оқыса, бірге жүрсе, онда олар айырмашылығын білмейді. Солай болу керек екендігін түсінеді. Ал біз оларды бөлек қамап қойсақ, басқа жерде оқытсақ, онда әрине, басқа, мысалы, қазір біз айтамыз ғой, оның шашы неғып, мысалы, қызылға боябаған, неғып мынау сарыға боябаған, жаңағы өзінің бір өзінің жеке ерекшелігі ол, бала өзі сөйтіп көрсетіп қажет деп ойлайды, ол өзінің ерекшелігі. Соны біз балаларға өсіру керекпіз. Сондай жаңағы қоғамда өсірсек, ондай болады. Әрбір адам, біз бәріміз бірдей емеспіз. Әрбіріміз өзіміздің, мысалы, ол бір кемшілігі болғанмен, мысалы, мүмкін ол өте әдемі ән айтады, оның бір өзінің таланты бар. Мысалы, сен жаңағы дененің бәрі сау адамсың, бірақ сенің мындай осындай кемшіліктерің болуы мүмкін деп. Оның бір ерекше қабілеті болуы мүмкін. Ерекше қабілеті. Және осы ерекшеліктермен қатар, мысалы, қазір бізде жетім балалар кәдімгі мектептерде оқи бастады. Басында ол өте қиын болды, әрине. Жетім баланы шектету бізде қоғамда бұрыннан сынып кеткен, қалыптасып кеткен дүние, шектетеді де, өздерінен төмен ұстағанды жақсы көреді балалар. Жақсы көреді емес, енді солай қабылдайды, өйткені бала кезінен ол оны білмей өседі. Өйткені жетім балалар бұрын өз мектептерінде оқыды. Қазір олар ортақ мектептерде оқып жүр. Ол балаларға да қиын, өйткені бала кезден түсінбегеннен олар да қиналады. Анау кәдімгі балалар да оған дұрыс көзқарас қалыптаспай, олар да қиналады. Бұл жерде барлық тараптарға қиын. Сол себепті меніңше баланың ерекшелігіне, оның бір әлеуметтік статусына қарап менсінбеу, оған буллинг жасау, яғни қысым келтірмес үшін бала кезінен оны үйрету керек. Ол тіпті бала бақшадан да бірге болса, түсіндіру керек. Бірге болса, олар оның ерекшелігін ертең күні байқамайды. Байқамайды. Солай болу керек екен. Осылай, енді өмір солай, мысалы, ол үстіп жаратылды, мен осылай жаратылдым деп, соны ертерек түсіну керек бала. Одан бір айырмашылығын көрмеу керек. Менің ойымша, сонда инклюзивтік қоғамды сол кезде құрастыруға болады. Сонда дискриминация болмайды. Сол кезде оны мазақ қылмайды ертең күні. Бұл енді өкінішке орай осындай жағдайлар бізде қазір көтеріліп жатқаны, менің ойымша, мысалы, ол бәрі жасырылған, бөлек оқытылған, содан басталады бәрі. Ол әрине дұрыс емес. Біз қазір енді сонымен күресу үшін неше түрлі жаңағы жан-жақты
неше түрлі жаңағы нелер қолдау керекпіз, қабылдау керекпіз. Әдіс-тәсілдерді қолданып, балаларға үйрету керекпіз. Бұл жерде айтқым келетіні тек бала емес, мектептегі қысым баланың көруі кей кезде мұғалімнен де болады. Өйткені бізде мұғалімдер әлеуметтік статусына қарап жекелету, өзіне бір жақсы көретін баланы таңдап алып, немесе үздік балаларды алады да, андай бір өзін жабық ұстайтын бала болса, тұйық бала болса, әлеуметтік статусы төмен бала болса, жаңағы айтып отырмыз ғой, қазіргі заманда ажырасу көп. Бір ғана ата-анасы бар баланы шектету бізде бар, ол құр бала тарапынан емес, мұғалімдердің де тарапынан болып жатады. Өйткені мектеп оқушыларымен сауалнама жүргіздік, сол кезде айтамыз, неге саған мектеп ұнамайды? Сол кезде балалар айтады, өйткені мектепте мұғалім мені ұнатпайды, мен мұғалімнің қарым-қатынасы жақсы емес деп, оқушы мен мұғалімнің, өзімнің қатарластарыммен қарым-қатынасым жақсы емес. Мен одан да сабақты қазіргі міне онлайн жүйеде, компьютерде, өзіме ыңғайлы жерде, өз бөлмемде оқыған жақсы дейді. Сол туралы не ойлайсыз? Жалпы бізде мектептің бағдарламасын ауыстыру керек шығар. Мұғалімдердің балаға деген қарым-қатынасын, көзқарасын ауыстыру керек па? Шынымен де солай, өйткені қазір енді қоғам өзгерді, 21 ғасырда тұрып жатырмыз. Бұрынғы совет заманда үйретілген нәрселер, бұрыннан қалыптасып қалған мәселелерді қазір басқаша қарастыру керек. Өйткені қазір қоғам ашық, біз қазір шетелде қалай болып жатқанын көріп жатырмыз. Басқа көбінесе қарым-қатынастарда жүрміз, басқа елдермен, басқа мемлекеттермен. Солардың жақсы тәжірибесін бізге де енгізу керек. Мен енді совет заманының білім беру жүйесін жаман деп айта алмаймын, жақсы білім берген. Бірақ балаға деген көзқарас, бізді бағалау, сен жақсы, мысалы, өте жақсы деген баға алсан, жаңағы отличник дейміз ғой, ол да бір сондай бір синдром болып қалыптасып қалады екен, жаңағы сондай жақсы бағаны алу үшін бала соған талпынады да, мысалы, жаман баға алып қалған бала бір жаман сияқты көрінеді. Бірақ ол жаман емес қой, ол неғып, мысалы, осы жерде жаңағы бағалаудың да бір проблемасы бар сияқты, баға қойып біз жаңағы бір не беріп қоямыз, сен жақсы оқисың, сен өте жақсы оқисың, сен жаман оқисың, сен төмен оқисың деп біз бөліп қоямыз балаларды. Бірақ ол балалар, мысалы, біреуі математикада жақсы болса, біреуі тілдерді жақсы меңгереді, біреуі физиканы жақсы көреді, үйтіп бағалауға болмайды. Әрбір баланың өзінің таланты бар, қабілеті бар. Соған байланысты, мысалы, балаларды көтермелеп бөлмеу керек, менің ойымша. Бөлмесе ондай бөлуге болмайды, мысалы. Қазір, мысалы, бізде бағалау жоқ. Мысалы, 2, 3, 4 деген бағалар жоқ қой қазір. Қазір тек қана оны жарайсың, кереметсің, әлі де саған жұмыс істеу керек деген сияқты комментарий қалдырады мұғалімдер. Ол меніңше жақсы. Қазір баланың психологиясына біріншіден жақсы. Ал жалпы мұғалім мен баланың қарым-қатынасы бағалау ғана емес, жаңағы айтып тұрмын ғой, баланың әлеуметтік статусына мұғалім неге қарайды? Жоқ, бұл жаңағы буллинг мәселесі, бұл тек қана мемлекеттік мектептерде ғана емес қой. Ол барлық мектептерде. Жаңағы жекеменшік мектептерде де болуы мүмкін, басқа да бір неде. Ол жаңағы адамның психологиясын өзгерту керек. Сол үшін осы мәселені көтеріп, басқаша көзқарасты өзгерту керек бізге. Жаңағы мұғалімдерді үйрететін жаңағы мекемелер, біздің жоғары білім беру нелері, органдары, содан кейін жаңағы мұғалімдерді дайындайтын университеттер, солар да кішкене жаңағы психологиялық түрде мұғалімдердің көзқарасын өзгерту керек. Осы дискриминация жасауға болмайды. Өзіне, мысалы, сүйкімді бір оқушыны тауып алып, соны көтермелеп, басқаларға қысым көрсетуге болмайды деген мұғалімнің де статусын, педагогикалық несін, көзқарасын өзгерту керек деп ойлаймын. Бұл енді бір күнде қалыптаспайтын нәрсе. Бұл жаңағы мәселені жан-жақты көтеріп, соған бір жаңағы шешім қабылдау керек, жан-жақты шешім. Сонда біз жаңағы инклюзивтік, құқықтық қоғамды құра аламыз. Қалыптастырамыз. Осындай қысқаша сұрақтар қойыңызшы. Қазақстанда қазір психолог маманына жүгіну бар ма? Жалпы психолог маманына сене ме біздің қоғам? Менің ойымша, бұл жерде қазір үлкен жұмыс жүргізіліп жатыр. Өйткені психолог мамандары енді қазір бәр мектептерде міндетті түрде бар. Балалар да қазір енді бұрын бұған
кішкене басқаша қараса, енді қазір балалар да үйреніп қалды. Мектеп психологы бар, оған мысалы хабарласуға болады, бір қандай мәселе болса, оған мысалы жүгінуге болады деген қазір әңгімелер жүріп жатыр ғой. Енді балалардың да кішкене қазір көзқарасы өзгеріп келе жатыр психологтарға, менің ойымша. Содан кейін психолог мамандары, олар да балаларға кішкене жаңағы формально жұмыстарын жасамай, балалардың ішкі дүниесін білу үшін, неше түрлі балаға жақын болу үшін сондай өздерінің жаңағы жұмысын жүргізу керек деп ойлаймын. Сонда жаңағы психолог балаға жақын болса, онда бала да психологқа ертең жаңағы сенімділік білдіріп, мысалы, оған жүгіне бастайды. Осы жерде өзгерістер бар деп ойлаймын. Өйткені қазір мектеп психологы әрбір мектепте бар. Ол өте тамаша, жақсы не деп ойлаймын, қадам деп ойлаймын біздің қоғамымыздың. Өйткені қазір қалыптасып келе жатыр. Қазір жаңағы үлкен азаматтар да хабарласып жатады, психологпен бір мәселе туындап жатса, психолог қалай қарайды деп соның ойын тыңдап бір шешім қабылдайды. Ол өте жақсы, ол қалыптасып келе жатыр біздің қоғамда қазіргі кезде. Сіз тренерсіз, тренерлікпен ақша табу оңай ма? Бұл сала жалпы бізде дамый ма алдағы уақытта? Осындай заңгер, психолог, тренер, коуч сфераларына балалардың қызығушылығы бар ма, барғысы келе ме, және осы мамандықтардың болашағы қандай? Шолпан, біз бұны жаңағы ақша табу деп нені қоғамдық жаңағы мәселеге көмегімізді тигізу. Бұл біздің жаңағы өзіміздің сондай өзіміздің жаңағы қоғамға көмектесу, өзіміздің жаңағы білімімізді қоғамымызға жаңағы жеткізу. Біз бұл білімді мысалы өзіміздің жаңағы атақты ғалым, атақты құқықшы, заңгер Шайкеновтан алдық деп отырмыз ғой. Біз оның шәкірттері болғандықтан, ол кісі өзі сондай жаңағы қоғамға деген көп нәрсе жасаған кісі, жаңағы құқықтық жағдайды көтеру үшін Қазақстанда. Біз соның шәкірттері болған соң, оның жұмысын ары қарай жалғастырып жатырмыз. Біздің міндетіміз сондай, біздің мақсатымыз емес. Жалпы сіздің орталық қайдан қаржыланады, сіздер қанша қаржы табады емес. Оқушылар қазір мысалы көп айтады, мен психолог болғым келеді, мен коуч, тренерлер, қазір олар ойлайды, мұндаған үлкен қаражат тауып жатыр деп. Жалпы коуч, тренер болу бізде Қазақстанда қалай? Коуч, тренер болу жақсы мамандық па, оның болашағы бар ма бала үшін? Шолпан, қарасаңыз, мұны әрбір қоғам жаңағы дамып келе жатыр ғой, әрбір қоғамның дамыған кезінде әрбір салада бір жақсы мамандар қажет болып тұрады, Мысалы, жаңағы біздің Қазақстан егемендік алып, мысалы, енді жаңағы қалыптасып келе жатқан кезде, мысалы, біздің көбінесе заңгерлерге сұраныс болды, көбінесе экономистерге жаңағы сұрас болды, қоғамның сұрасы ол өзінің сұранысы. Ал мысалы, қазіргі кезде енді, біздің қоғамның өсуіне, сана сезіміне өсуіне байланысты қазір психолог мамандары өте қажет. Бұған сұраныс деген өте биік қазір. Сонымен қатар мысалы коуч дегендер, жақсы тренер болса, ол шынымен де қазір қоғамның несі, сұранысы, ұсынысы, жалпы сұранысқа байланысты бұл, қоғам енді бізде бір неде қалыптасып қалған жоқ қой, біз дамып келе жатырмыз, біз көзқарасымызда, ойымызда өсіп келе жатыр. Соған байланысты енді әрбір адамның өз сұранысы бар. Сондықтан қазіргі кезде мысалы психологтың жұмысы, жақсы заңгер, жақсы коуч деген, жақсы осы өте сала қазір өте биік дамып жатыр. Дамып жатыр, болашағы бар, сондықтан болашағы бар, сұраныс бұған өте жоғары қазіргі кезде. Жақсы. Жалпы қорытындылайық, алдағы уақытта Қазақстан қандай тәжірибе қабылдап, буллингқа қарсы амалдар орындау керек? Менің ойымша, жаңағы енді біздің тәжірибемізге байланысты, мен айта аламын. Біз жаңағы білім беру саласында құқықтық сабақтар беру жақын арада енгізу керекпіз мектепке. Осы құқық білім беру бағдарламасын басқаша қарастырып мектептерге енгізсек, осы буллингтің алдын алуға болады деп ойлаймын. Сонымен қатар жаңағы буллинг
қысым көрсету деген жаңағы терминде заң жүзінде қабылдау керек. Бұның түсініктемесін беру керек заң жүзінде, иә. Бұл туралы заң қабылдау керек. Бұған қандай жауапкершілікке тартылатынын заңда жаңағы әкімшілік кодексіне енгізу керек. Сонымен қатар қысымның сондай бір қиын түрлері болса, қылмыстық кодексіне жауапкершілік орнату керек. Бұл қоғамды қорқыту үшін емес, жаңағы буллингтің алдын алу үшін деп өзім ойлаймын. Заңгер ретінде де, жаңағы тренер ретінде де, осы екі мәселені біз енгізсек, ол да үлкен әрекет болар еді деп ойлаймын. Жақсы, енді қараңыз, офлайн буллингпен жұмыс істеу тәсілдері бар. Оның алдын алу тәсілдерін, мысалы, сіздер ұсынып отырсыздар, сабақтар бар. Ал кибербуллингпен қалай күресуге болады, яғни интернеттегі қысым? Қалай ойлайсыз, Ильназ Галевиевпен болған жағдай мектептегі буллингке қатысы бар ма, жоқ па? Менің ойымша тікелей қатысы бар. Өйткені бұл бала қысым көрген, өскен кезінде жаңағы жазасын алуға келді, басқа жаңағы мектептен. Басқа мектеп емес, өз мектебіне келіп отыр. Өз мектебіне келіп отыр, бұл деген енді шынымен де, жаңағы біздің қоғамға деген үлкен сабақ, бәріне көрсетілген сабақ. Бұл мәселе болмаса, біз білмейтін едік, бұл мәселе нешелікті маңызды деп, бәріміз айтып жатырмыз, маңызды, бұл деген жасау керек, алдын алу керек деп жатырмыз буллингтің. Бірақ осы мәселе көрсетті, бұның проблеманы ашық көрсетті біздің қоғамға. Бар өмірде бар нәрсе. Бар нәрсе. Бұл жаңағы Ильназ Галиев келіп, өз мектебіне қысым көргендіктен жазасын алуға келді, өз мектебіне келді, басқа мектепке келген жоқ. Өкінішке орай зардап шеккен көп адамдар бар, бірақ бұл қоғамның проблемасы, бұл мемлекеттің, бүкіл бәріміздің проблемамыз, өйткені бұндай жағдайлар қайталануы мүмкін. Сол қайталанбау үшін енді әрекет жасап, жанжалықты осындай шешім қабылдап, алдын алу керек бұның. Әрекет жасау бойынша енді қараңыз, осы мәселеден кейін Ресейде әлеуметтік желіде пайдаланушылардың парақшаларын тексеретін бір жүйе құрастыру жоспарлануда. Яғни әлеуметтік желіде ол қылмысқа жақын ба бала, қандай ойлары бар, сол сөздері арқылы желідегі тану үшін бір жүйе құрайын деп жатыр. Сондай жүйе Қазақстанда керек па? Менің ойымша қараңыз, жаңағы буллинг дедік, ол енді бізге қайтадан қоғам бір орында тұрған жоқ қой, біз қоғам деген дамып келе жатыр, неше түрлі тағы жаңағы коронавирусқа байланысты, мысалы бұл бұрында болмаған жағдай, сол коронавирус жаңағы мәселесі, вирусы басталған кезде бәріміз жаңағы дистанциялық оқуға, дистанциялық жұмыс жасауға көштік. Бәріміз бір сәтте бәріміз жаңағы интернетке бәріміз мәжбүр болдық кіруге. Тәуелді болып қалдық соған. Енді жаңағы интернет жүйесі де қауіпсіз болу керек, оның қолданысы қауіпсіз болу керек. Бұның жақсы жақтары да, жаман жақтары да бар. Бұл жаңағы кибербуллингтің өсуіне мүмкіндік берді. Мысалы, қараңыз, қылмыскерлерге. Кибербуллингте, мысалы, әлеуметтік жүйеден шығарып тастау, WhatsApp чаттарда, мысалы, балалар отырады, ол жерде қысым көрсету, неше түрлі жаман сөздер айту, жалған ақпарат тарату, мысалы, неше түрлі жаңағы балаларды, кішкентай балаларды проституцияға тарту, суицидке жеткізу, сондай неше түрлі мәселелерді туындаттырды, жаңағы, өйткені біз жаңағы интернетке тәуелді болып қалдық, соған байланысты болып қалдық. Әрине, бұған да әрекет жасап бір жаңағы Ресейдің тәжірибесі болсын, өзіміздің де тәжірибе бойынша біз осындай нелерді шығару керекпіз. Өйткені интернет жүйесі біріншіден қауіпсіз болу керек. Өйткені бүкіл балаларымыз қазір дистанциялық оқуда отыр. Бала компьютермен бетпе-бет қалды. Ол қандай неге сайттарға кіреді, қандай жаңағы әлеуметтік жүйелерде қолданады, қандай ақпарат таратып жатыр. Оны да біз білмейміз ғой, қай бала не жасап жатқан. Өйткені бетпе-бет бала жалғыз өзі қалды. Сол үшін баланың жаңағы дистанциялық оқу қауіпсіз болу үшін, әрине біз ондай жаңағы жұмыс жасап, осындай әрекет қабылдау керекпіз. Біріншіден бұл жерде бізге ата-аналарға деген кеңесіміз бар, жаңағы бала қандай сайттарға кіреді, қандай әлеуметтік нелерде отырады, соған шектеулер қою, мысалы
біз осындай үлкен жаңағы конференцияда жұмыс жасаған кезде осы балаларға қауіпсіздік интернет деген қазір Касперский бағдарламасы осындай жұмыстар жүргізіп жатыр екен, балаға қауіпсіз интернет орнастыру, балалар қандай мысалы қауіпсіз сайттарды қолдануы мүмкін сабақ кезінде. Содан кейін мысалы бұған да жаңағы жауапкершілік орнату керек, мысалы әлеуметтік жүйеде жалған ақпарат таратсаң, осындай бір не болу керек, мысалы жауапкершілік болу керек. Жауапкершілікке тартылу керек. Жауапкершілікке тартылу керек. Біздің жаңағы әкімшілік құқық бұзушылық кодексінде, қылмыстық кодексінде мысалы жаңағы баптар бар осындай. Жаңағы осындай не орнастырылған, осындай қылмыс ретінде жаңағы жалған ақпарат тарату, қорлау деген. Бірақ бұл мәселеге кішкене өзгерістер енгізу керек, осындай жаңағы интернет жүйесінде таратылған жағдай болса, немесе жаңағы жасөспірімдерді осыған тарту, осыған кіргізу, немесе олар туралы ақпарат тарату деген осындай кішкене түсініктеме беріп, осыны бәрін заң жүзінде нету керек, қабылдау керек. Дұрыс. Енді алдағы уақытта Қазақстанда біз буллинг ұғымын енгізіп, заң жобасында онымен күресудің жолдарын, амалдарын, тәсілдерін тауып, тренерлерімізді оқытып, жалпы мектеп бағдарламасына бұны енгізіп, буллингтің алдын аламыз деген үміттеміз. Иә. Сұхбатыңызға рахмет. Рахмет, Шолпан аға. Сіздерге де көп рахмет.